Дауыста атыңды айтамын ойыны. Ойынның шарты: ойыншылар қол ұстасып, шеңбер бойымен дөңгелене тұрады. Шеңбердің ішінде көзі байлаулы ойыншы қолындағы таяғын өзіне қарсы тұрған ойыншылардың кез келгеніне ұсынады да, дауыста атыңды айтамын дейді. Таяқтың екінші басынан ұстаған ойыншы атын біліп қоймау үшін дауысын өзгертіп үн қатады. Шеңбер бойында тұрған ойыншылар белгілі бір бағытпен үнемі қозғалыста болады. Тек ортадағы көзі байланған ойыншының таяғы бір ойыншыға тиген кезде ғана бір орында тоқтайды. Көзін байлаған ойыншы таяғының кімге тигенін дәл тапса, сол ойыншымен орын ауыстырады. Таба алмаса, келесі ойыншыға ұсынады. Оны да таба алмаса, үшіншіге ұсынады. Осылайша ол үш ойыншының атын атайды. Олардың атын анықтай алмаса, көзі шешіліп, сол ортада тұрып көпшіліктің ұйғарымымен өнер көрсетеді. Болған соң, басқа ойыншының көзі байланып, ойын жалғаса береді. Дауыста атыңды айтамын. Сүйкімді қуыршағым. Сүйкімді қуыршағым дейді. Ол кім? Кім екен? Сен табуың керексің. Аян айтайын. Аяна дейді. Тамаша. Өте жақсы. Рахмет балалар.